Кітап оқу. Орта есеппен алғанда адам минутына 200-250 сөз, яғни 2 бет оқып шығады екен. Ал әлемдегі адамдардың 5% өте баяу оқитындықтан, олар минутына 120-220 сөзді ғана оқып үлгереді. Бір қызығы, асықпай оқу барысында адам кітапта жазылған дүниенің 60%-ын ғана қабылдай алады екен. Жылдам оқығанда керісінше, туындының 80%-ын түсінуге мүмкіндік туады. Жылдамдыққа сай ақпарат тез қабылданып, тез сіңетін көрінеді. Зерттеушілер жылдам оқығаннан гөрі асықпай оқығанда көздің тез талатынын анықтапты. Қарапайым адам бір нүктеге қарағанда 10 әріптік белгіні көруі мүмкін. Яғни көзінің көру аумағы бір мезетте 1-2 сөзді қамти алады. Ал жылдам оқитын адамның мүмкіндіктері жоғары. Ол бір зер салғанда 200-500 белгіні, яғни 33-83 сөзді бірақ көре алады екен. Тарихта жылдам оқу қасиетімен есте қалған талай мықты тұлғалар бар. Мысалы Наполеон Бонапарт. Ол өзінің қолбасшылығымен ғана емес, оқудағы жылдамдығымен де ерекшеленген. Ол минутына 2000 сөз оқитын болған. Ал француздың атақты жазушысы Анура де Бальзактың 200 беттен тұратын романды жарты сағатта оқып тастайтын қабілеті болған деседі. Ал Максим Горький болса, минутына 4000 сөз оқи алған.